Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Міне осындай отборный 20 бас асыл тұқымды ешкілер сатылады. Барлығы өте мықты, керемет. Сүттіліктері деген енді өте жоғары, міне көріп тұрсыздар. Міне тамаша желіндері, бойлары да өте биік. Міне осылардың барлығы бір жерден сатылады. 20 бас. Міне қараңыз денелерінің биіктіктерін. Міне 20 бас ешкі. Міне 20 бас ешкі сатылады бір жерден. Түркістан қаласында басқа кез келген өңірге жіберуге болады. Бүгін ертең срочно қаржы керек болып жатыр. Сол себепті келістіріп беріп жіберемін. 20 басты бір жерден 290 мыңнан деп жатырмын. 290 мыңнан беріп жіберемін. Ал жекелеп болатын болса, ол кезде 400-500 мың сондайдан болады. Міне енді керемет ешкілер, өте биік, ірі келген. Міне ешкілердің барлығы енді міне қарасаңыздар. Ешкілер керемет ешкілер. Қазір мынау сүттерінің азайғанының өзі себебі Россиядан келіп тұрған ешкілер бұлар. Ол 2 апта жолы бар, климат өзгерді, рацион жем-шөбі өзгерді. Соның өзіне міне сүт тастап тұрған ешкілер. Міне мыналар сауылып қойды. Міне мыналар қазір азан срочно клиенттер келіп сүтке клиенттер келген екен, сауылып қойды қазір. Бірақ желіндері керемет. Міне қазір қарап тұрсаңыз, міне тряпочный желінді. Желіндері тряпочный желі, міне мынауды сауылып қойды. Міне осындай керемет ешкілер. 20 бас бір жерден сатылады. 290 мың теңгеден бір жерден беріп жүремін. Егерде бірге алам деген адам болса, тағы да саудасы болады. Міне тағы да саудасы болады. Бір жерден алам деген кісілер болатын болса, міне енді қарасаңыздар, керемет сүттіліктері өте жоғары ешкілер. Міне көрсеңіздер енді мынау вообще бомба ғой. Барлығы шеттерінен отборныйлар. Іштерінен теріп 20 басын шығардым. Мұның бәрі бұлай қарайды. Міне қазір міне мына жерде де тұр. Бұлардың бәрі сауып қойған. Сауып қойғаны бар. Міне енді аналарға қарағанда міне шамалы аздау беретін, бірінші тумасы бар дегендей. Міне. Міне. Сол үшін мыналар сауып қойды. Және клиентке сүт керек болғаннан кейін. Міне қарасаңыздар, міне желіндері енді вообще керемет ешкілердің. Міне олардың да желіндері міне сауып қойған. Міне осы 20 бас ешкі. 20 бас ешкі бір жерден сатылады. Айда. Міне 20 бас ешкі бір жерден сатылады. Міне бәрінің желіндері керемет. Міне мыналар да сауып қойды. Міне қарасаңыздар, міне 20 бас барлығы сауым. Міне көрсеңіздер болады. Бір жерден сатылады. 8702 509 91 63 нөміріне хабарласыңыздар. Түркістан қаласында басқа кез келген өңірге жібере аламыз. Енді ондай бағада бұндай ешкілер беріле бермейді, білесіздер. Менде алдында 500-600 сондайдан сатылып жүрген мынандай ешкілердің барлықтары. Бірақ қазір мынау срочно қаржының келу керек болуына байланысты 20 басты бір жерден беремін деп жатырмын. 290 мыңнан беремін бір жерден. Енді нақты сол бір жерден алам деген адамға 290-ды айтып отырмын. Шамал саудасы болады. Кез келген өңірге жіберіп бере аламыз. Кез келген өңірге. Батыс болсын, Алматы болсын, Чимкент, Қызылорда, Тараз, любой жаққа жеткізіп бере аламыз. Міне енді бойларының биіктігі барлығы енді керемет енді. Желін креплениелері. Налар мысалы үшін міне бірінші тумалар налар. Қазір сүттерінің азайды дегеннің өзі кеше. Міне көрсеңіздер. Енді керемет ешкілді. Ана жерге барып тұршы қасына. Қазір бойын биіктіктерін көресіз. Міне өте биік, кәдімгі текелерімен бірдей көпшілігі. Енді бірінші тумалары кәдімгі
ешкілермен бірдей болады. Бірақ көпшілігі енді тамаша биік. 80% биік келген. Дөу керемет ешкілер. Мына 8702 509 91 63 нөміріне хабарласыңыздар. Түркістан қаласында. Осында мүмкіндіктен айырылып қалмаңыздар. Сүт бағытында ешкі іздеп жүрген кісілерге өте тамаша мүмкіндік. 20 бас отборный ешкі бір жерден сатылып жатыр. Өте арзан бағада. Россияның өзінде ондай бағада кірмейді сіздерге. Себебі бұлар о жақтан білесіздер. Россиядан алдырту үшін мал басына жол күренің өзіне, әшейін перевозкының өзіне 100 мың мен 120 мың арасында төленеді. Сол үшін алып қалам деген кісілер болса, хабарласыңыздар. Срочно қаржының керектігіне байланысты сатылуда бір жерден барлығы кез келген өңірге салып жібере аламыз. Ешкілер енді барлығы бомбы ешкілер. Құдай қаласа, енді бұл жерде 7-8 литрлік ешкілер де бар. Бірақ енді дәл қазір ол сүттерін бере алмайды. Себебі бұлар Россиядан жаңадан кіріп тұрғаннан кейін, ол бәрі климат ауысты, рацион жем шөптері ауысты. Сол себепті олар бәрібір тастайды. Өздерінің 7-8 литрлерін олар бере алмайды бәрібір. Міне қарасаңыздар, мына не деген желін. Қазір видеода жөнді көрінбей тұр ғой, мына қолды қарасаңыздар. Міне қолымның өзіне дымын ағылмайды. Көрінбейді қазір қолым. Міне көрдіңіздер мына желінді. Мына тамаша желіндері. Міне. Енді мына сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міне кәдімгі былай жеткен кезде бір сиыр ғой әрқайсысы. Міне оны қазір мысалы үшін пәленеден сиырлар ұстағаннан көрі, міне осындайларды ұстасаңыздар, міне осындай 20 ешкі ұстасаңыздар, сіздерге жетіп жатыр ғой. Міне көрдіңіздер ма желіндерді? Өте тамаша. Міне аның бәрі желін. Бір жерден былай жетқанда 20 сиыр сатылады ғой. 20 сиыр сатылады. Лақтардың бағасымен. Себебі Россиядан келген лақтардың өздері 250-200 сондайдан беріледі, дұрыс па? Өздеріңізді біліп жүрсіздер. Ал енді мен бұл жерде ешкілерді беріп жатырмын. Себебі зәру маған қазір қаржы керек болып тұр. Егер жоқ, мен боларды алмаймын десеңіздер, мына жақтарда да ешкілер толып жатыр. Басқа таңдап аламын десеңіздер, таңдап та алыңыздар. Басқа да міне ешкілер жеткілікті, Аллаға шүкір. Міне яқта да бар. Анау арғы қорамда да бар. Таңдап аласыздар. Бірақ мына жерге мен өзім именно сүтке деп отборный 20 басын шығарып қойдым. Отборный 20 басын мықтыларын шығарып қойдым. Соларды салып жібере аламыз. Бірақ тек бүгін ертең нақты алатын адам тарс звондаңыздардан ақшаны уже закладын аударып нағыла беріңіздер. Мен сіздер жаққа көлік іздеп салып жібере аламын. Міне мынандай мүмкіндіктен айырылып қалмаңыздар. Міне мынау альпануп ешкіміз. Альпануп ешкі міне өте тамаша. Өзінен желіні де таза желін болды. Міне өзінен желіні де ешкі. Міне ағыз бағытындағы ешкілер. Алған адам өкінбейді. Өте қол жетімді бағада беріп жатырмын. Тағы да келісімі болады. 20 ешкіні бірге алатын адам болса, маған срочно қаржы керек болып тұр. Анау деген лишний әңгімелер қажет емес. Мен мысалы үшін бұл жерде 7-8 литрлік ешкілер де бар. Мысалы үшін сондай қылып Россиядан алынған, бірақ дегенмен де ол бәрібір ол сүтін дәл қазір бермейді Россияда. Келгеннен кейін Құдай қаласа келесі жылдарға береді. Қазірдің өзіне мынау беретін сүттері аз емес, шүкір. Сол бір жерден болса тағы да келісім болады. Кез келген өңірге жіберіп жібере аламыз. Маған срочно бүгін ертеңге қатты қаржы керек болып жатыр. Лишний әңгімелердің қажеті жоқ. Нақты алушы ғана шықсыншы. Ақшам дайын міне дейтін адам ғана. Міне мынау жәндегі альпануп ешкіміз міне дәу желін. Міне көрсеңіздер. Міне альпануп ешкіміз міне желіні. Көрдіңіздер ғой, енді керемет ешкілер. Алып қалам деген адам сразу хабарласыңызда, закладыңыз тастаңыз, кез келген өңірге көлік жалдаймын да жіберіп жіберемін. Маған срочно қаржы керек болып тұр. Мына жәндегі ешкілеріміз сіздерге көрсеткен видеодағы мына отборный ешкілер. Қазір шамы былай тұрады. Мына
барлығы деген. Енді бойлары биік кәдімгі дайылный станокта. Басқалары кәдімгі пәс тұратын. Мұның желін крепление барлығы тамаша. Осындай ешкілер барлығы. Сүттері азайған бұлар ше. Себебі Россиядан келіп тұр, оңай емес. Бірақ Құдай қаласа, жақсы кең қораға барса, бәрі реттеледі. Енді менде қазір қораның ішінде міне мал көп болып тұр. Сонымен әрі қысылып та тұр бұл байқұстар. Жәндегі ешкіміз. Міне қандай желіні өте тамаша. Міне босатып та қалды. Міне кәдімгідей желіні босап қалды міне. Дәушелік мынау. Міне таза сүт желін әдемі. Жәндегі дәу желінді ешкіміз. Тағы да бір альпонов ешкіміз. Мына осындайда қып беретіндер бар. Қазір қанша 2 литрдің жобасы ма? Мына осындай қып та беретіндер бар. 1,5 литрден беретін бар әр сауғанда. Сол себепті жәндегі көріп жатсыздар ғой, 4-5 беретіндер бар дегендей. Сол себепті мен пәлен литр деп айтпаймын. Тек сол средний удой 3-4 литр деп сөйтіп сатамын. Себебі олар қалыпты құбылыс Россиядан келген екен сүт тастаулары. Бірақ жайлап Құдай қаласа өздері біртіндеп қарауына қарай қоса береді. Сол средний удой 3-4 литр деп сөйтіп сатамын мен. Міне осындайда ешкілер бар, кәдімгі ат сияқты. Өте ірі занен нобийский. Желінді көрдіңіздер ме? Машалла, міне желін деген. Міне керемет желіні. Дәу. Міне осындайда ешкілер бар. Алам деген кісілер болса хабарласыңыздар. Міне алыстан түсіріп жатырмын. Кәдімгідей дәу, өте ірі. Міне көрсеңіздер. Міне дәу, өте ірі ешкі. Міне заненобийский. Міне үшін барлығы мықты ешкілер ғой. Дәу өте. Мынада ең киіп тұр міне. Қол қасынан өте биік, текелердің бәрінен биік бұл. Сүт желін тек мынада ғана еті шамал, көптеу еті бар міне. Себебі анау сүт көп болғаннан кейін мынаны ұстап тұратын не керек та. Шамал осының ғана жәнде желінде еті көбірек. Енді масит емес, бірақ андай шамал ет желіндеу деймі. Сондай несі көбірек. Бірақ негізі линиясы өте сүтті бұның. Өзі сүтті керемет ешкі негізі. Қалған барлығы таза сүт желін сауып болғаннан кейін әдемі болады, тап-таза.